Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аз ғана уақыттарыңызды алатын, тез дайын болатын печенье дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Құрамына қажет заттардың барлығын описание бөліміне қалдыратын болам. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, ерітілген сары майымызды құямыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан соң қопсытқышымызды қосамыз, яғни разрыхителімізді. Тағы да жақсылап араластырамыз. Үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. Шанышқының немесе лопатканың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Мінекей бізде осындай қоймалжың тесто шықты. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мейіз қоссаңыздар да болады. Мен шоколад қостым. Ерекше дәм береді. Енді дайын болған қамырымызды осылай дөңгелектеп формаға келтіретін боламыз. Осылай печенье формасы дөңгелек болып, осылай баспаған күйінде тұрған жақсы, әдемі болып көтеріліп шығады, жұп-жұмсақ болып. Ал егер басатын болсаңыздар, жұп-жұқа қытырлақ болып қалады. Мінекей барлығын осылай дөңгелектеп формаға келтіріп аламыз. Қызып тұрған пеште 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей печеньеміз дайын болды, өте дәмді, нәзік болып шыққан, жұп-жұмсақ. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Пікір қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар.